Қайырлы кеш көрермен. Алдыңғы эфирде Гуджан мен Зарина таныстығын бастаған еді. Жақсы кеш өткізіп, күшті бір әңгіме дүкен құрғандай. Сәттәулет болса шынымен қызғанып бастаған секілді Заринаны. Қалаймын оралғаныңды деп әнін салып айтып берген болатын. Оны көріп тұрған Гуджан онда өлеңмен жарысайық деп. Екеуінен бір керемет ән естіді. Заринаға деген талас көрінді. Зарина кімді таңдайды соныңда, сол қызығы. Гуджан болса қызымызды әдеттегідей қуандырды. Бір шоқ гүлдерімен мысығын алып келген болатын. Ал Маржан ханым болса Гуджанды ұмыталмай жүрген секілді. Тиісіп шағып кеткен сөздерін көрдік. Таныстық жалпы жақсы жалғасуда, алда көре жатармыз не болатынын. Ал пікірлерге көшсек. Мыстанға мысық берді, аферист жігіт, келесіде күшіп берерсін. Мыстан риза бұған сыйлық болса болды. Сәттәулетте де ар жоқ екен, неге? Басынды тыға бересін. Ол Мыстан ешқайда кетпейді, түбінде оны тастап кетеді. Мыстан сыйлық жинап алсын. Айбек дұрыс орында айтты Зарина. Мыстан жоқ деп айталмайды, себебі ол жігіт құмар. Жігіт көрсе еріп кетеді, не болғанын білмей иесі кетіп қалады. Зарина жаны күлсе де ішінен бір түрлі боп отыр. Мыналар өздері жынына тиіп не қуып отыр. Қатты көңіліне алады ғой, не болса да. Гуджанға не айтып отырғанын түсініп те отырған жоқ. Заринаның ия дегені енді. Белгілі болған шығар фанатиктері. Бесплатно тамақ жеп, подарок алуға дәмеленіп, гүл алып отырса болғаны. Бұндай кездесулерді көріп тастағам. Күшті болама дегендей қылды. Ой, дейді оқырман, сіз қалай ойлайсыз?